Дина, қалай қалдарың, жақсы ма? Не презентация деген басасың. Міне осындай терезе ашылады. Сол жағында презентацияның міне үлгілері тұр. Қайсысын алғың келеді, өзің білесің. Бірақ мынандай про деген жазу бар. Ол не про деген ол ақылы деген сөз. Ақылын алмай қой, өйткені жүктелмей қояды. Бізге тегін керек, міне мынандай про деп тұр ғой, сол ақылы. Сондықтан ондайды керек жоқ. Мынау кішкене ұнайды. Осыны алайық, мінекей. Үстін бассаң осылай келеді. Енді тақырыбыңды жазасың. Тақырыбыңды мына жерге өзің ана сенім деп жазып қойдым. Кішірейтсең болады. Мына оң жоғары жақта минус плюс болып тұр ғой, соны минус жасасаң сөздер кішірейеді. Мінекей кішірейді. Әдемілеп қойсаң болады. Мына жерде міне жазулардың түрлері қайсын таңдайсың? Мынаны таңдайсың ба? Өзің білесің. Мынаны таңдайсың ба? Немесе міне назад деп тұр ғой, отмена. Соны бассаң міне қайтадан өз орнына келеді. Міне осы маған ұнап тұр, ең алғашқысы, ана сенімі. Мына жердегі жазуларды өзің керек емес болса алып тастайсың бүйтіп. Үстін басасың да. Енді екінші бетті басу үшін мына жерде міне қосу плюс тұр ғой, добавить страницу дейді. Соны басасың. Мен бұл жерге сурет қояйын деп тұрмын. Ол суретті менде ноутбукта тұр, сондықтан міне загрузки дегенді бассаң, мынандай шығады. Соны загрузкиді міне менің суреттерім тұр. Мына суретті қойғым келіп тұр. Бірдей қылып үлкейтсең болады, мінекей өстіп үлкейтіп қойсаң болады. Немесе мынаны четкіге қойсаң болады, бүйтіп ақырын жылжытып. Содан кейін мына жерге жазуларын қойсаң. Разрешить. Мінекей, енді оны кішірейту керек, мына жерде минусты. Осылай түскеннен кейін кішірейтсең болады. Минусты басасың. Міне кішірейеді. Сөздердің бәрі кішірейеді. Соң шетіне қоясың. Мінекей кішірейтесің. Осылай міне. Көрдің бе? Кішірейіп орнына келеді жазулар. Мыналарды белгілеп аласың жазуды. Соң кейін мына жерде міне А деп тұр ғой, сол жерде боясаң болады жазуларды. Қою көк. Мына жерде де бар ғой, мысалы мынаны бассаң. Қою көк. Осылай дұрыс сияқты. Келесі слайдта мінекей плюсты тағы басасың. Мен екінші суретімді жүктеймін. Загрузка файл дегенге барасың. Сосын екінші сурет. Мінекей екінші суретті қойдым. Үстінен міне суреттің үстінен бассаң, өзі келеді мына жерге. Үлкейтіп, кішірейтіп міне. Соң енді сол жаққа қойайын, бана оң жақта болды, енді сол жақта. Енді жазуды қоямыз банадай. Енді оны кішірейтесің, минусты бассаң, өзі кішірейеді. Жазулардың бәрін дайындап қоясың. ChatGPT сұрайсың ба? Тағы не бар? Копилот деген бар. Копилоттан да сұрасаң болады, не жазсың соны тауып береді. Жазып береді. Міне енді кішірейді, содан кейін екі шетінен бүйтіп жақындатасың бүйтіп, сонда міне кішірейіп мынаның орнына қоясың. Ой, тегі жылжымай жатыр ма? Қалай жылжытушы еді? Или былай жылжытасашы, банағында бүйтіп. Міне. Бана алдыңғы слайд көрші, қаншаға дейін кішірейттік. 43 екен, көрдің бе? 43. Мына жерде менікі 52 әлі. 43-ке дейін кішірейту керек екен, сонда әдемі көрінеді. Бірдей болса дұрыс қой. Келесі 4-ші слайд. Қосуды басасың. Мен суреттерді дайындап қойғам алдын ала. ChatGPT-ден сұрап суреттерді дайындап, сөзімен бәрін дайындап қойсаң, осылай дайын тұрады. Соң міне загрузка біткеннен кейін үстін басасың,
Енді презентацияның жегіме бүйтіп үлкейтесің. Да. Енді оңға қояйын. Енді сөзін солға қояйын. Енді 43-ке дейін кішійтеміз банағыдай. 43-ке дейін кішійтеміз. Міне екі тал стрелка екі жаққа соны ұстап бүйтіп жылжытсаң болады екен. Енді бұны қайтадан белгілей аласың да бояймыз көкке, қою көкке боядық банағы. Бірдей жасайық, енді слайдтың бәрі бірдей болсын. Не осындай. Бұл 4-ші слайд бітті. Енді 5-ші слайдты қосуды басамыз. Менің 4-ші суретін енді загрузка жасаймын. Дүйім деген сөз ғой, міне. Суретті белгіледім. Міне жүктеліп жатыр. Жүйеге қоямыз, енді жазуын қоямыз. Енді кішійтеміз, 43-ке дейін. Оң жағына қоямыз. Енді бояп қоямыз светін. Енді ең соңында назарларыңызға рахмет деп жазасың болады. Текст деп тұр ғой. Текстке барасың. Добавить текстовое поле дейді. Соны бассаң не? Назарларыңызға рахмет. Енді бұны кішійтпесең, өте үлкен болып кетті ғой. Кішійтеміз. Мінекей осымен бітті біздің слайдымыз. Мынаны кішкене бояу керек банағындай көк қып. Енді элементы деген бар, суреттер бар мына жерде мысалы. Суреттер қойсаң болады. Мысалынан қара. Өстіп қойсаң 3D стикерлер бар екен. Өстіп қойсақ болады. Тағы да қандай суреттер бар. Жазулар бар екен, әріптер бар екен. Бренд деген, бұл брендті платный екен. Көрдің мына жерде корона бар ғой, сол платный деген сөз. Мынаны қойып қойшы, маған хабарласып тұр деген сияқты. Мына телефон ғой. Поделицаны басамыз. Скачать деген басасың. Осы тұрсы, осыны қойып қояқ. Арға 2-ші слайдқа барасың да. Жазуларға бөлік бар, жазуларға күшті бар қазір. Жазуларға басқаша еді ғой. Міне. Міне жазуларың бұлай келетін екен. Ал сурет қазір. Суретті мен басқаша. Мынау да күшті, арғай 4-ке жазуды алай қояқ. Канки. Келесі сөзді оғандай кадров дейді. Мынауды жазады деп, печатный сияқты. Мінекей мынандай күшті. Поделицаны басасың, скачать деген басасың. Стандартныйды басасың да, мына жерде видео. Видео MP4 деген бассаң, мынандай келеді, соны скачать дейсің. Жүктеліп жатыр. Мінекей жүктелді. Енді көрейік. Ана сенімі. Балам, сенің қолыңнан бәрі келеді. Мен саған сенемін. Сен ерекше баласың. Сенің ойың, арманың, қабілетің бар. Ең бастысы өзіңе сену. Сен жалғыз емессің, мен әрқашан жаныңдамын. Қиындық әлсіздің тоқтауы, күштінің шынығуы, қателесу ұят емес. Берілмеу ерлік, қайта тұру жеңіс. Бүгін қиын болса, ертең сен одан да мықты боласың. Арманы бар бала адаспайды. Мақсатыңды анықта, еңбектен қашпа. Өзіңді басқамен емес, кешегі өзіңмен салыстыр. Кішкентай қадам, үлкен жеңістің бастауы. Балам, есіңде сақта. Мен сенің талпынысына мақтанамын. Мен сенің тырысқаныңды көремін. Мен сенің жеңісіңе сенемін. Қандай жағдай болса да, сен мен үшін ең қымбатсың. Назарларыңызға рахмет.